Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында балаларға пайдалы, оңай дайындалатын пирог жасаймыз. Ол үшін 180 грамм сливочный масло, 1 жұмыртқа, 100 грамм шекер қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі видеоларда оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Осы рецепттерді жоғалтып алмас үшін YouTube каналымда Қарлығаш Асылханқызы деген каналым бар. Подписация батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Рецепттерді Instagram парақшама да салып отырамын. Қарлығаш Асылханқызы деп жазып, тіркеліп алсаңыз болады. Қоспамызға 250 мг ұн қосып, қамыр жасап біріктіріп аламыз. Дайын болған жұмсақ қамырды холодильникке 1-2 сағатқа қойып аламыз. Пирогтың бетіне қоспасын дайындаймыз. 300 грамм творог, 1 жұмыртқа, 50 грамм қаймақ, 100 грамм қант қосып жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еріп, творогпен жақсылап біркелкі болып араласу керек. Жақсылап араластырып 1-2 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырына кірісеміз. Холодильникте 1-2 сағат тұрған қамыры осылай қатты болу керек. Пирогтың жан-жағына қоятын қамырларын осылай кесіп алдым бөліп. Енді кішкене жайып, духовканың листіне саламыз. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, бетін жақсылап майлап, қамырды қойып, барлығын біркелкі етіп жайып аламыз. Қамыр холодильниктен шыққаннан кейін жұмсақ болып ери бастайды. Жылдам листқа барлығы бөліп, тегістеп жайып аламыз. Қамырды барлығы біркелкі етіп жайып алдық. Енді оның бетіне дайындаған творогымызды екінші жағына әртүрлі вареньеден жасалған джемдерді қосып, 1-2 түрлі пирог пісіреміз. Творогты біртіндеп біркелкі етіп жайып алдық. Мен екінші бөлігіне сливадан жасалған вареньені қостым. Астында қамырын құрт қоймай, барлығын біркелкі етіп жайып аламыз. Қамырдың бір бетінде творог, екінші бетіне қаралдан жасап, бір тегістеп жайып алдық. Енді оның бетінде басында бөліп алған қамырдың бөлшектерін домалақтап, шет-шетіне барлығын біркелкі етіп қойып шығамыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Қамырдың бөлшектерін бір тегіс етіп, шеттеріне қойып шықтым. Барлығы біркелкі етіп, жіңішке етіп қойылды. Енді пешке 180 градуста 30 минут қойып, асықпай пісіріп аламыз. Мен пирогым дайын болды. Пештің температурасы қатты жоғары болмау керек, әйтпесем күйіп кетеді. Дайын болған пирогымды әдемілеп кесіп алдым. Арасы таза пісті, қатты қалың емес, жіңішке. Балалар алып жегенге өте ыңғайлы. Балалардың барлығы сүйсініп жейді. Өте дәмді, керемет, жұмсақ болып шықты. Келген қонақтарға да ұялмай ұсына аласыз. Қолдан жасалған. Керемет. Каналымдағы подписацияны басып, тіркеліп, видеоларыма лайк басып, қолдап кетіңіздер. Ал енді бәрімізге ас болсын. Шаймен рахаттанып отырып, пирогымыздан дәм татып демалайық.